Сәлеметсіздер ме? Ой түрткі. Ребусты шешіңіз. Ребусты шешу арқылы сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Ребустың жауабы жасыл экономика. Сабақтың тақырыбы жасыл экономика. Сабақтың мақсаты ғылыми стилдегі мәтіндердің үш ерекшелігін талдап, жазба жұмысында кемінде екі қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем қолдана отырып, шағын мәтін жаза алады. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздермен танысады, сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтін алды жұмыс. Ой түрткі. Суреттерде не бейнеленген? Оларды бүгінгі тақырыппен қалай байланыстырар едіңіз? Сізге жасыл экономика деген тіркес таныс па? Мәтінмен жұмыс. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар сілтеме арқылы мәтінді тыңдайды және сұрақтарға жауап береді. Сұрақтарға назар аударайық. Мәтін не туралы? Жасыл деген сөз не мағына береді? Энергияға қатысы қандай? Қалай ойлайсыз? Неліктен жасыл экономика деген тіркес қолданылған? Жасыл экономика неге бағытталған? Жасыл экономиканың негізінде не жатыр? Оқушылар сұрақтарға мәтін негізінде жауап береді. Екінші тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар оқылым мәтінімен танысады және төмендегі сұрақтарға жауап береді. Жасыл экономика тұжырымдамасы нешінші жылы қабылданды? Тұжырымдаманың үш кезеңін атаңыз. Мәтінде қандай нақты жобалар аталған? Оларды экологиялық және экономикалық тиімділігі тұрғысынан бір сөйлеммен сипаттаңыз. Үшінші тапсырма. Екі мәтінге ортақ салыстырмалы талдау жасаңыз. Әр мәтіннен үш тілдік ерекшелікті көрсетіңіз. Мысалы, термин, ресми сөз, нақтылық. Жанрлық ерекшеліктерін салыстырыңыз. Оқушыларға берілетін дескриптор әр мәтіннен кемінде бір ғылыми терминді дұрыс анықтайды. Әр мәтіннен ресми сөз қолданысына мысал келтіреді. Әр мәтіннен нақтылықты көрсететін деректі табады. Екі мәтіннің жанрлық ерекшеліктерін салыстырып жазады. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырады. Тілдік бағдар. Оқушылар қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем ережесімен және мысалдарымен танысады. Төртінші тапсырма. Шағын мәтін жазыңыз. Жасыл экономика тақырыбы жайлы 8-10 сөйлемдік шағын мәтін жазыңыз. Мәтінде кемінде екі қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлем қолданыңыз. Оқушыларға ұсынылатын дескриптор. Мәтін көлемін сақтайды, яғни 8-10 сөйлем. Кемінде екі қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлемді орынды қолданады. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырып көреді. Мәтін соңы жұмыс. Бесінші тапсырма. Балық қаңқасы диаграммасын толтырыңыз. Балықтың басына жасыл экономика тұжырымдамасының мақсатын, балықтың үстіңгі қаңқасына тұжырымдаманы іске асыру кезеңдерін, балықтың астыңғы қаңқасына баламалы энергия көздерін, балықтың құйрығына қорытындыны жазыңыз. Ұсынылатын дескриптор. Мақсатын толық, нақты және дұрыс жазады. Барлық кезеңдерін дұрыс реттілікпен нақты жазады. Кемінде 3 баламалы энергия көзін дұрыс, нақты жазады. Қорытындысы тақырыппен толық байланысты. Рефлексия. Активатор 3-2-1 әдісі. Есіңізде қалған 3 мәліметті айтыңыз. Сіз үшін маңызды болған 2 мәліметті айтыңыз. Өмірде қолдана аламын деген 1 мәліметті айтыңыз.
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.